Аслана, түсімде көрем сені. Бұрынғыдай емессіз, неге еңселі. Мен білсем сізге деген сағыныштың осынау жұмыр жерде жоқ өлшемі. Тербеп сол сағыныштың күш тұрғағы, елжіреп елесіңді құштым тағы. Хат байлап қанатына жіберерем, бармайды-ау сіздің жаққа құстың бәрі. Иә, анамызды сәл көрмесек сағынып тұрушы едік. Ал мәңгілікке жоғалту деген. Жұмақтың кілті ананың табанының астында деген дана сөзге терең мән беріп, жеде көңіл бөле бермейді екенбіз. Асланамыздан мәңгілікке айырылғалы осы сөздің қадірін түсінгендейміз. Өзіңді тәрбиелеп, жарға құлағы жаздыққа тимей өсірген, бар күш жүгерін сен үшін сарқа жұмсаған ата-анамызды еске алып, өткен күндердің тұңғиығына бойлаған сайын ғажайып дүниені басыңнан кешіресің. Көңіл күйің жадырап, қуаныш пен сағыныш сезімі баурайды. Біресе көз жасыңа ерік бересің. Іштей бұрқанған алай-дүлей түсініксіз бір дүние көкірегіңді қысады. Бұл сағыныш па, өкініш пе, белгісіз. Біздің өміріміз анамызбен бірге және анасыз күндер болып, екіге қақ жарылды. Отбасының ұйытқысы, асыл жар, аяулы ана, Гүлнар Омарқызы 1957 жылы 15 сәуірде бұрынғы Гурьев облысы Қызылқоға ауданына қарасты Қарабау елді мекенінде интеллигент семьясында дүниеге келген. 1964 жылы Мялы селосындағы Крупская атындағы орта мектептің табалдырығын аттап, 1974 жылы Жас Қайрат селосындағы Орлыкөл орта мектебін аяқтап, үлкен өмір белесіне аяқ басқан еді. Бірақ сол кездегі кеңес үкіметінің саясатының міндетті түрде жүзеге асырылуын алдарына мақсат етіп алған сен тұр мен айтайын дейтін басшылардың арқасында 2 жыл бойына сол шаруашылықта ұшқын комсомол жастар бригадасында қызмет атқарды. Өйткені сол жылдары бұрынғы кеңестер одағы коммунистік партиясының Қазақстанда қой санын 50 миллионға жеткізу керек деген саясатының гүрілдеп тұрған кезі болатын. Коммунистік партияның алға қойған міндеттерін бұлжытпай орындау, шұбартаулықтар бастамасын қолдау мақсатында осы жерде қызмет етіп, өз біліктілігін, тәжірибесін арттырды. Бірақ қанға сіңген мінездің бұл сынағынан сүрінбей өтіп, еңбек ете жүріп өз білімін толықтыруының жігерінің арқасында 2 жылдан соң 1976 жылы Алматы медициналық институтына оқуға түсіп, 1981 жылы аталған институттың фармакология факультетін ойдағыдай аяқтап, Мялы селосында орналасқан Қызылқоға аудандық орталық дәріханасында еңбек жолын бастап, осы жерде ұзақ жылдар еңбек етті. Сол еңбек жолында өзінің адал еңбегінің халыққа көрсеткен қалтқысыз қызметінің арқасында жандарына жылу, дертіне ем іздеп сарқылған әрбір жанның риясыз алғысына бөленген болатын. Мамандығына адал бола біліп, елге қызмет ете жүріп, өмір екеумен қызық деген қағиданы да жадында ұстаған ол 1983 жылы Тұмашұлы Оңдасын атты азаматпен тұрмыс құрып, өмірге Бибігүл, Әсет, Айдан атты 3 баласын әкеледі. Ұрпақтарының ештеңеден тарықпауларына, жақсы білім алуларына, үлкен тәрбиелі азаматша болып өсіп жетілулері үшін аянбай тер төккен абзалана, аяулы жар, шеркештер әулетіндегі сыйлы келіндердің бірі бола білді. Өмірге келген ұл-қызын адалдық пен адамдық, қайырымдылық пен кішіпейілділік сынды асыл қасиеттерді бойларына дартып өсірді. Бірақ сол мәнді де сәнді өмірі ұзаққа бармай, Аллаға да жақсы адам керекті шын болғаны ма,
небәрі 47 жасында бұл жарық дүниеде бірде-бір баласының қызығын көре алмай мәңгіге көз жұмды. Алла берген ғұмырынан асып өтіп кетер тірі пенде жоғау бұл жалғанда. Күрмеуге келмейтін қысқа ғұмырдың қас-қағым сәтте өте шығарын санамызбен салмақтап, түйсігімізбен түсінсек те, ажал осылайша төбеден жай түскендей төтесінен кезігет деп ойламаппыз жарықтық. Өзі дүниеден озғанда Бибігүл Атырау педагогикалық университетін сол жылы аяқтағалы. Әсет Атырау политехникалық институтының 1-ші курсын ғана тәмамдағалы тұрған болатын. Ал Айдана небәрі 14 жастағы мектеп оқушысы болатын. Бәрі де қабырғалары қатпаған, ана сүті әлі аузынан кеппеген, бұруы мен бұралаңы мол, үлкенде ұзақ өмір жолында тағдырдың әртүрлі қиыншылықтарына, күз мезгіліндегі қара жауындай, қыстың қарлы борандай өмір дауылына қарсы тұралар жас демесе дау. Анамыздың жас жанын мезгілсіз суық қара жердің қойнына беру біздер үшін оңай болмады. Бірақ қанша қиналғанымызбен, қимағанымызбен уақыт өз дегенін істейді, өз дегеніне көндіреді екен. Өмір өзенде. Анамыз кетті екен деп өз ағысын тоқтатпады. Иә, өмір жалғасуда. Жас өспей ме, жарлы баймай ма дегендей, сол кезде аналарынан жетім қалып, ботадай боздап аңыраған 3 бала бүгінде ана туын жықпай, оның есіміне дақ түсірмей, келе жатқан перзенттер, олар есейіп әрқайсысы бір-бір шаңырақ иесі атанды. Өмірді өз орындарын тапты. Жанардағы жаста, кеудені кернеген сағынышта, өзекті өртеген өкініште ардақтымызды енді бізге қайтар алмас. Оның жүріп өткен өнегелі өмір жолын еміс-еміс еске алып, естеліктер айтысып, рухына дұға бағыштаумен ғана күнді күнге жалғап жүрген жайымыз бар. Әсем едің, ару едің зиялым. Еркеседің алтын орда ұяның. Жоқ дегенге көңіл әсте сенбейді, қалай ғана сен ажалға қиямын. Шаңыраққа қайт оралып келерде, бізбен бірге талай қызық көрер деп. 20 жылдай өзіңді іздеп бауырым, жолға қарап жүрміз ғой біз елеңдеп. Өтіп жатыр жүрек уақыт ағылып, 20 жылдай іздеп жүрміз сағынып. Құр үстінде төмпешік боп жатырсың, туған жердің топырағын жамылып. Қапияда жоғалттық біз асылды, күн аймалап жел сипамас шашыңды. Елді жинап дұғамызды бағыштап өткіземіз 20 жылдық асыңды. Ақыл мен естен тандырған, еңсені қайғы талдырған, өмірдің жолы тоқтаусыз талайлар атын шалдырған, ғұмыр берсін жасаған, ұрпағыңа қалдырған. Осы менің сағынышым, өлеңім, оңашада әлі жасты төгемін. Жүрегімнің уақыт жазар сол емін, маңдайыма тәңір солай жазғасын, қайтеменді көнемін ғой, көнемін. Қанбай кетті-ау тіршілікте құмары, бітпей қалды-ау айтылатын жыр әні. Көңілімде кетпей мәңгі тұрады, топырағы торқа болып, төселіп, пейішінде жанып тұрсын шырағы. Адам өлген күн өлмейді, ұмытылған күн өледі, делінген. Ендеше анамыздың жарқын бейнесі артында үрім бұтағы, айналасында қаумалаған ағайын туысы тұрғанда ешқашан ұмытылмайды. Жаныңыз пейіште шалқып, жұмақтың төрінде болғайсыз. Асыл ана.